Енді сөзсіз негізі обойды кесу керек болады астынан. Сол кезде мынау плинтустың астыңғы жағына клей жағылады ғой, астыңғы жағына жағылады. Сол мына стенаға отыру керек қой. Обойды кескеннен кейін мына жерде клей бар болды, обойдың клейі қалады. Соны кетіріп тастаған дұрыс. Енді мен BR2 пайдаланамын, иісі жаман болғанмен, обойды ағартпай, зияны жағынан алып түседі. Сумен сүртсеңіз де болады. Су бірақ ұзағырақ кебеді. 96 клеймен клейлеп жатырмын. Так, сосын бұрыштарын афикспен міне орнатамыз. Сонда орнатқан кезде мынау угылдар, міне орнатамыз, мына ескі конверт. Орнатқан кезде қарайсыз. Сонда мынау угылдың ішкі угылдар бар ғой, шердің аз болғаны дұрыс. Мүмкін болса, мына қабырға тақау керек. Тақау үшін мындай пневматика пайдаланамыз. Компрессиямен иголка невидимка деп аталады. Осымен атып орнатамыз. Бүйтіп болатын болса, ол шығып қалады. Осылай шығып қалады. Сосын болғаннан кейін кепкеннен кейін сулап тастаймыз. Ал жұмсақ болатын болса, ішіне кіріп кетеді. Тесік көрінетін болса, бетін затиркіш жасап қолы білінбейді кетеді. Онда кішкентай жерлерді артына затиркіш істеледі, беті скупкамен жуылады. Сол. Егер обойға жасырып тастаса, ол көп емес. Кішкене қалдық болса, болмаса бір-екі жылдың көлемінде бұл шығып кетеді. Қағаз клейге жабыстырып кеткен боласыз. Негізі мына пластиктен жасалады ғой. Пластиктен жасалғаннан кейін мына қандай да болса фигура жасауға болады. Бүйтіп төмен қарай түсіріп жібереміз. Астын кесеміз. Сонда әсем болып көрінеді. Тақап алдық та, астын кесіп қысқартып салдық. Сол секілді мына жерлерде сондай кішкентай болып кете береді. Сосын бір-біріне жалғанған жерлері 45 градуспен кесіліп жалғанады. Сол кезде бір-біріне замоктап ұстап қалады үстінде. Маза зерттеп кетеді ме? Осылай болып тұру керек қой. Қабырғалар қисық болады енді. Иголкалармен шығып тұрғандарды бұларды алып тастаймыз. Кепкеннен кейін шығып тұр, мына бетон қалып тастаймыз. Кіріп кеткен жерлер кіріп кетті. Мыналарды затирка істейміз, губкамен жақсылап одан кейін жуып аламыз. Осылай кете береді. Мынаның үстіне біз клей жағамыз. Мына жерге. Соны стенаға барып салған кезде мына жердегі жағылған клей ол кішкене жоғары қарай жылжиды. Егер де мынау төбе жағы кішкентай болса, екі қақпала салық бар осының плинтустың. Солай болса өте жаман. Клейді жағасың, қабырғаға апарып қоясың, клей бетін шығып кетеді. Сосын затирка істегенмен де ол затирка жерге тұрмайды. Оны қалып жағып кету керек болады. Қалып жағылған затирка сарғайып кетеді. Сол себептен плинтус таңдаған кезде мынау үстіңгі жағы, мынау клей жағатын жер қалың болған дұрыс. Қалың болған дұрыс. Бар осындай плинтустар. Үстінде екі қақпала сасарлар бар. Мынау да енді ондай үлкен емес, бірақ бұдан да үлкен жер бар. Солар өте жақсы. Әсіресе қисық полдарға жағасың, барып тұрасың да төмен қарай басып тұрып пневматикамен атып жібересің стенаға. Пневматиканың жақсы жері ол қабырғада ұстап қалады, сосын төмен қарай да басып қалады. Міне енді қысқартып жасап жатырмыз. Пластиктің өзін кесіп, мында жалғап, үлкейттік. Үсті мен асты бірдей болды. Енді осыны осы жерге жабыстырамыз. Кішкентай ғана жер. Жабылу керек.